Erkek, көңіл бұрыңыз бұл хадиске, мен түшінікті қылып қатарып берейін. Еркек, жігіт, мырза сөзіне тура тұрған, сөзінің өтесінен шығып, сөзі жерде қалып қалбай, сөзінің өтесінен шығып, сөзіне тура тұрған ең чоң шарт бұл неке учурундағы махр болады деп атады. Жігіттің жігіттік сөзі некедегі сөзінде болады деп атады. Бірінші сөзі қайсы? Кече сабақта айтқанбыз, сура. Неке учурунда бір сөз бар, ошон Алла Таала ахазна минкум мисақын ғализа айтып беріңізші. Алла разы болсын, тақсырым. Алдым деген сөз. Алдым деген сөз. Сізге менден арабча бір китеп иншалла. Сізге менден арабча бір китеп. Қана жана түш жорый тұрған китепті беріңізші. Жабай келді, әбгеніңіз. Мына сымба, чөкпө, түңілбө дейді, машалла. Усулул хадис дейді, бір китеп. Усулу фиқтан бір китеп. Из қалтырдан бір китеп. Тағы не китеп бар? Беріңіз. Машалла, Адабул муфраттан бір китеп. Ошо тақсырыңызға беріп қойғыла. Машалла. Еркек адамдың сөзге тура тұрған ең чоң сөзі бұл некедегі алдым деген сөзі. Андан кейін махр сөзі. Көп еркектер жеткенше чуркайт, жеткенден аялын тастап таштайды. Орта болуш керек. Үйленгенге чейин көп сүйлөшпө деген ошол. Бүт нерсени убада кылып, жакшы жигит болуп, көзүнө көрүнүп алып, үйлөнгөндөн башкача болуп калса аялдын ындын өчүп калат да. Орто, башынан орто, ортосунда орто, аягында орто болуш керек. Демек ушул кайра окуйм туугандар, эркек адам сөзгө тура турган жигиттик сөзү бул никедеги айтылынган алдым деген менен махр сөзү деп атат. Махр берелектер эртерээк бергиле, бүгүнкү сабактан кийин барып. Эртерээк бергиле. Жетпей атса жеңемден бир аз түшүрчү, сал пал ылдыйраак түшчү деп айтып, ыраазы кылып чүрүп төлөш керек эртерээк. Эми оны бычса болот, бирок чындап кыйналып атсаңыз сүйлөшүңүз, анан кыйналбай туруп деле ошентип койбоңуз да, жеңемди кыйнап.